Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарына Шығыс Қазақстаннан 4 спортшы атанды. Фристайл Могулдан Аяулым Әміренова, Юлия Галышева, Павел Калмаков және Анастасия Городко бақ сынайды. Спортшылардың бәрі бабында, дегенмен Аяулым Әміреновадан ерекше үміт күтемін дейді оның жаттықтырушысы Сергей Аксенов. Бала кезден бері шаңғы тебудің қыр-сырына баулыған шәкіртіне ол күнде хабарласып, жағдайын біліп, жігерлендіруден жалықпайды. Сергей Аксенов 25 жылдан бері талай жасты шаңғы спортына баулыған кәсіби жаттықтырушы. Бүгінде таудағы жаттығу кешенінде, бірақ көңілі алаң. Өйткені өзі тәрбиелеген фристайлшы Аяулым Әміренова Италиядағы ақ олимпиадаға аттанды. Шалғайдағы шәкіртінің жағдайын біліп, жігерлендіріп қою міндетім деп санайды ол. Ая, я тебе желаю проехать чисто, но аккуратно и быть в финале. Все хорошо, спасибо большое, Сергей Павлович. Өлкеден шыққан спортшылардың барлығы да қара жаяу емес, талай чемпионатта бақ сынап, тәжірибе жинақтаған дейді Сергей Аксенов. Все ребята болеют за нас. Қыздарымыз олимпиада ойындарынан құр қол қайтпайды деп ойлаймын. Мысалы, Анастасия Городконың толық мүмкіндігі бар. Аяулымның да дайындығы керемет. Ең бастысы қателікке жол бермей, жарыс жолын дұрыс бастаса болды. Сала мамандарда 25-ші қысқы олимпиадада жергілікті спортшыларға үлкен үміт артып отыр. Подготовка прошла. Олимпиадаға дайындық өз деңгейінде өтті. Жаттықтырушылар да барын салды. Енді спортшыларымыз ел намысын абыроймен қорғап шығады деген сенімдеміз. Қысы 6 айға созылатын облыста тау шаңғы спортымен шұғылданушыларға мүмкіндік зор. Сырғайтын еңісте жеткілікті. 6-1-де әлем чемпионатына қатысқан әйгілі фристайлшы Дмитрий Рейхардтың қызы Елизавета шаңғы секциясына үзбей қатысып келеді. Бүлдіршін әке жолын жалғастырмақшы. Я постоянно смотрю. Әртүрлі жарыстарды үзбей көремін. Енді 5 жылдан соң олимпиада чемпионы болғым келеді. Жаттықтырушылармен қатар алдыңғы буынға қарап бой түзеп келе жатқан бұл жас спортшыларда биылғы қысқы олимпиаданы асыға күтуде. Олар фристайлшылардан бәсекелі ойын, байрақты жеңіс қана күтеді. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, 24 KZ.